барлықтарына сәлем. Бүгін бізде жаңа блог. Керемет. Қазір мен универге кетуім керек. Уже қазір шықпасам мен примерно кешігіп қаламын. Сағат 12. Универден шыққан соң мен өзіме және лифт продолжается. Мен универден келдім. Қаланы жазбен шатастырып алғаным бар. Бірақ келмеді. Хай. Мия. Керемет. Өмір вообще керемет. Сөзім жоқ. Ладно. Мен үйге келдім. Сосед әлі ойнап жатыр екен, оказывается. Не деген керемет. Еще күшті мелодиялар ойнайды, күшті музыкалар. То есть тімін талантына нұр жаусын. Сіздер. Ё-моё, қашан қоятын. Мен бағана бастадым, бірақ қайдадан бастағым келіп кетті. Бүгін бізде четверг. Мен неге влогтарымда бүгін қандай күн екенін айтатын маған да қызық. Просто маған удобно, короче. Менің сүйікті де керемет соседім әлі ойнауын қоймапты. Жақында ғана бастаған еді осы талантын ашуды. Әлі күніне 4 сағаттан ойнайды болмаймын. Бізде керемет жаңалықтар аз болады, өйткені мен қазір жалғыз әдет боламын. Бүгін мен көп айтам бар. 10 сағат монтировать ету, менде осы деген сөзі алып тастаумен болады. Бүгін мен сағат 8-дегі параға бармадым. Ол менде international law бір нәрсе. Мен алдыңғы влогта ол ешқандай НБ жоқ деген параға бармадым, короче. Болды, осы жерден влогты көруді қоя салыңыздар. Короче деген сөзі білмеймін мен. Неге жақсы көретінімді, неге айта беретінімді. Сағат 12:10 басталатын английскийға бардым. Бір ғана пара 50 минут отырасың, естіп соған барған едім. Өйткені неге бардым десеңіздер, мен универге өте аз сирек барып кеттім. Понедельник и среда мен бармайтын болған соң, вторник мен тек французскийға ғана бардым. Ал кешкі параға бармадым. Ол пара, НБ қоймайтын ағай, сол үшін вообще бармадым. Ал алдыңғы апта мен суббота бармадым, пятница бармадым. Пятница маған просто барғым келмей қалды. Содан кейін кәдімгідей прям отдых болды. И өзімнің ментальный здоровьемді ойладым. Барған күндерім только вторник азанда сағат 8-де бардым. И енді четверг осы 50 минутқа барып келдім. И то өзім кәдімгідей өкініп қалдым барғанына. Еще подругаларым да айтты, неге келіп жүрсің 50 минуттық параға деп. Просто мен универім жақын болған соң оғайым нот деді. Жалғыз айтайын мен сіздерге, тыңдаңыздар. Английскийді жек көретін, английскийді емес, английскийді жақсы көретін, бірақ английскийден беретін апайларды жек көретіндер қол көтеріңіздер. Мен оның бірінші лидері жарым сол группаның, потому что білмеймін, мектеп болсын, универ болсын, маған ешқашан английский преподтармен, английскийден беретіндермен вообще не везет. Білмеймін не үшін. Ұнамайды маған, вообще ұнамайды. Білмеймін. Қазір мен 2-ші курста, 1-ші семестр, новый апай, бірақ менің аурам мен оның аурасы сәйкес келмейді. Просто оның қалай сабақ беретіні, оның қалай өзін түсіндіретіні вообще ұнамайды. Білмеймін не екенін. Осылай жалғыз етім келді. Хотя бы біреуге.
өзінің ұйықтайтын жері бар екен, вспомнила. Привет де. Мия кәдімгідей өсіп қалған. Ана бірінші влогтан өзімнің өмірімдегі жағдайлармен кәдімгідей сіздермен бөлісемін деп шештім. Өйткені менің бұл каналым, мен өзімнің жазылушыларыммен тіркелушілеріммен, подписчиктеріммен ат қойып еді. Білмеймін, короче. Санау керек, мен қанша рет короче деп сөз сөйлегенімді, и ол бесконечный болатын шығар. Ой, жек көретін апай шығар. Жек көретін дисциплина шығар. Прям ауырамыз вообще келмейді. Солай. Сіздерде жек көретін... мектепте менде геометрия, математикада беретін ағай апай еді. Қазір өзгерді. Бірақ мектепте де английскийдан беретін апай ұнамайды. Қазір мен бір нәрсе көремін. И, наверное, ертеңгі презентацияға дайындаламын. Потому что бізде ертең презентацияны қорғау керек, и презентацияны вообще оқуға болмайды деді. Олай айтылса, значит, вообще оқуға болмайды. Или балл азайыптады, Ішке қарай істейтін жарман, потому что... И екінші паразит сөз, потому что шықты. Ладно. Мен кешке қарай бір зат істемекшімін, сіздерге көрсетемін, оған дейін мен фарш шығарып қойдым. Стресс болып жатса, сіздер универде оқитын болсаңыздар, лайфхак. Несквикті аламыз. Д және С витаминдері бар. Витамин Д және неше жыл ішпеген. Ноябрь бізде ол Гарри Поттердің сезоны. Мен мынаны көріп кішкене шок болғаным бар енді. Ладно, бастаймыз. Ең керемет звуктардың бірі. Надо признать. Everybody, hello everybody. Бізде қайтадан кулинарная шоу басталады. Бірінші, әрине, повар өзінің керемет те әдемі шашын жинауы керек. Негізі жинамақты ғой, бірақ кішкене мешать етіп жатыр. Енді мен жинап алдым. Тосқаны аламыз. Тақтай. Менің фаршым пока полностью ергенше біз не істейміз? Біз сыр аламыз да қырғыш заттан өткізуіміз керек. Сыр қандай зат? Нандарды мен қайда салсам болады? Қандай аңсызға қорқатын емес. Всегда осыдан астынан түсіп кетемін деп. Қорыққан заттар всегда болады. Так что қорықпадым. Ана сізде әлі қоймады. Ё-моё, ертең экзаменіме бір нәрсесі бар ау деймін. Потому что 6 сағат подряд ойнасаңыздар, просто аласыздар. Негативный адамдарда и английский. Ладно. Негативный адамдармен да осылай өмірден жоқ болып тастағым келеді иногда. Но каким-то образом сен олармен өмір сүреді. Былай фаршты қуырып алуымыз керек. Мен ыдыс қазатын болдым. Ішіне соус жағайын ба, жақпайын ба? Потому что по рецепту там ешқандай соус жоқ. И только фарш и сыр. Ну вот мен думаю, сухой болғаны ма деп. Ал қоссам бір түрлі оқылады. Қос. Кішкене майонез и
сыр қосып жіберейік, потому что если сухой болса обидно болады. Сыр бізде еріді, тұрғандарымыздай сонша жақын түсіріп десеңіздер. Вот. Кола суытқан жоқпын, бұныңда суды шығады. Потому что коланы қою керек деп шештім. Ал мынау... Ладно, нормально болмайды. Сначала надо чеснок знать, что ли? Да. Здесь сухой болып та. Бұл кім? Саумбарк. Осындай. И еще тағы бір 4 адам менімен бірге презентация істейді. Қызға да қызық. Кішкене шеттен шығып кетті. No. Видео басылмаған, еще последний моментте байқадым. Кәнтті есіме салайыншы деп. 12 болды, мен презентацияға дайындалып болдым. 5 минуттай кәдімгі әңгіме айтып түсіріп отқан едім. Сөйтсем ол басылмапты. Дубайский шоколад деп отырмын. Точнее, дубайский шоколадтың оригиналын емес, Қазақстанда жасалған версиясын. Потому что мен сестрам екеуміз 5-6 версияны көріп қойдық. И ең жақын версия осы болды. Оригинал дубайский шоколад жемеген адамдар Қазақстандағы дубайский шоколадты жеп кәдімгідей тәтті емес деп ойлап қалуы мүмкін, потому что бізде соған жадық. Кейін оригиналды жеп, вау деп дәмін шок болғанымыз бар. Мәселен, бірде осылай шутить етуге болмайтынын ұмытып кетіппін. Не то чтобы мен прям өмір сүргім келгені, точно ауырғым келмейтіні көрініп тұр. С киімнің астынан чай ішем.
түсіретін влог болған соң, влог, иә. Мен слишком аз жақсы көрдім. Он екіде менің туған сестрамды құттықтаймыз. Туған күнімен онда 98 еттім. Және украшение береміз. И гүл. Не керек. 3 жұмыртқа жарамыз. Примерно осылай ақ болғанға дейін араластырамыз. Главное қатты істеп жүрмеуге кейін ол түсіп қалуы мүмкін. Мен осындай майды қолданамын, 72-5%. Осыны біз Қазақстан шоколадпен ерітуіміз керек. Яғни мына жерде 100 грамм, мына жерде 100 грамм и 200 грамм болады. Өстіп оны 180 грамм маймен бірге қосып араластыруымыз керек. Пока біз құттықтап бетіп пісеміз дегенше суып қалу керек. Вот. Короче, бізде гүл дайын. Короче, кейін көрсем.
студияға келдік. Осы былай киім көріп жатырмыз. Маған емес енді. Парамат істеп, мен өзім жаман сезіндім. И потом сестрам айтып, мен ғана келдік. Но бүгін туған күнім оған шайын келдік. Солай. Осындай жасап қойыпты. И там тоже. Біздің үй прям розовый. И иісі күшті шығып жатыр гүлдердің. Мен андай жазғанмен Crazy Souls never get old деп. Наконец-то далада күн бар екен, адам құсап, кішкене жылы болып қалды. Но жылы болғанға кейін мен уже даусымды да, мұрнымды да потеряла. Короче, мен шай ішіп жатырмын, басқа не істейді десеңіздер, бүгін суббота, так что маған бәрібір. Болды, Так, мен осы влогты түсіріп жатқан кезімде, оказывается, менің каналымда 350 адам подписчик. Енді адам тіркеліпті, барлықтарыңызға рахмет, маған тележаттарыңызға. Енді одан да көп видео, жақсы контент түсіруге тырысатын боламын. Сол үшін барлығы алда күтіңіздер, Еще влог көп болады, Түсіре берсек точно көп болады. Білмейді, мен кей-поп қарайтын адамдардың қатарынанмын. И кей-поптан маған тек Twice қана ұнайды. Еще олар Америкада, Лос-Анджелесте Amazon Music Live'да концерт берді. Вот. Мен залдағы иісті гүлдердің вообще. Бірақ ваза жоқ мен өзде. Потому что 1, 2, 3, 4 ваза видео бар и бәрі тола. Маған берді. Жоқ, мына жерде бос тұр екен. Осыған салып қойсақ болады. Енді пока что кейін ашып салатын шығармыз. Крадан жылап отыр. Но ашсам, ішерде жүреді. Просто ішек гүлдейтін қандай бір способность тауыпты. Ерекшелігі шығыпты. Гүлдейтін білмеймін қашаннан бері. Күн картасын қолданған менің сестрам, әпкем, комнатаны маған ерекше сыйлық қылып қалдырып кетіпті. Енді соны жинауымыз керек біз. Енді менде керемет болып тұр екен. Внимание, обращайте етпей қойыңыздар. Негізінде мен нормально жүремін. Бірақ суббота енді осылай. Қазір мен өзімнің шкафымды жинайын деп жатырмын. Содан кейін графический дизайнды бастаймын. Құдай қаласа. И, наверное, ужин ішемін. Бірақ ужинға не істейтінімді білмей жатырмын. И осы видеоны уже влогты монтировать ету керек. Өйткені менде контент өте көп болып кетті. И ұзақ болған сайын менің ойымша ол не очень болады. Қызық емес болып кетуі мүмкін.
Неме бәле мынау. Марикаш. Шебрафадан кейін сессия и убежкалар басылады. Амен. Барлықтарыңызға рахмет, осы влогты көргендеріңізге ұнады деген ойдамын. Келесі влогта кездескенше.